Бүгінгі тақырып оңтүстік жартышар материктерінің табиғат зоналары. Яғни оңтүстік жартышар материктерімізге білесіздер, үш төрт тіпті, төрт материк жатады. Ол оңтүстік Америка, Африка, Австралия және мынау Антарктидамыз. Енді басты ерекшелігі неде? Бұл материктердің көп бөлігі, енді Антарктиданы қоспағанда, жаңағы оңтүстік Америка, Африка, Австралия материктерінің көп бөлігі экватор және тропик белдеулерінің аралығында жатыр. Бұл ең басты ерекшелігі. Яғни Африка жерінің 96%, оңтүстік Американың 81%, Австралия жерінің 75% осы экватор мен тропик белдеулерінің аралығында жатыр. Оны мына картадан да көре аласыз, Мынау экваторымыз, мынау субэкваторлық белдеу, ал мынау тропик, сары түспен берілген. Сонда расында да міне осы жағы белдеулердің аралығында жағы аталған материктердің көпшілік бөлігі орналасқан екен. Жағы біз атаған көлемде. Енді бұл материктерде экваторлық және тропиктік ылғалды мәңгі жасыл ормандар, саванна және сирек ормандар, саванна, тропиктік шөлдер мен шөлейттер зоналары орналасқан екен. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Жалпы оңтүстік Америка бұл материктің тіршілік дүниесі неге ерекше? Өйткені бұл табиғаттың ұзақ уақыт, бұл жердің табиғатының ұзақ уақыт жеке дара дамуымен байланысты екен. Бұнда ылғалды экваторлық ормандар, яғни гилея зонасы кездеседі, саванналар мен сирек ормандар зонасы, субтропиктік қатты жапырақты ормандар мен бұталар зонасы, дала зонасы, яғни пампа, шөлейт және шөл зонасы кездеседі екен. Енді мынау шөлейт және шөл зонасы оңтүстік Америкада өте аз, өйткені оңтүстік Америка ең ылғалды материк. Бұнда ылғал өте көп. 6 материктің ішінде ең ылғалды материк қайсы деп сұраса, осы оңтүстік Америка деп жауап бересіздер. Енді Анд таулары. Анд тауларының биіктік белдеулеріне келетін болсақ, жалпы Анд таулары солтүстіктен оңтүстікке қарай 9000 километрге созыла орналасқан, және сіздер білесіздер, Анд таулары әлемдегі ең ұзын таулардың бірі. Қалыптасуына келетін болсақ, мұнда биіктік белдеулер жиынтығы температура мен жауын-шашынның арақатынасына байланысты таралған. Анд тауларының мына жағалық бөлігінде әйгілі Атакама шөлі орналасқан екен. Енді Анд тауының эндемиктеріне келетін болсақ, эндемик деген сөз тек осы жерде ғана кездеседі, басқа әлемнің еш жерінде кездеспейді деген сөз. Анд тауының өзінің эндемиктеріне тоқталатын болсақ, бұл түйе тұқымдастар, яғни түйе тұқымдасына жататын лама мекендейді екен. Ламаның екі түрі, жабайы түрі және қолға үйретілген түрлері бар екен. Жабайы түрлеріне мына суретте көріп тұрғандарыңыздай викуния және гуанако деген түрлері жатса, қолға үйретілген ламалар, бұлар альпака және кәдімгі лама. Жергілікті халықтар бұларды қолға үйреткен екен. Енді Анд тауларының басты тұрғындарына, құстарына келетін болсақ, бұл жерде гондор деп аталатын ең ірі жыртқыш құс. Бұл жалпы гондор құсы Анд тауының символы болып саналады. Өте ірі жыртқыш құс. Сонымен қатар осындай көзілдірікті аю бар екен Анд тауында. Расында да түріне қарасаңыз, көзіне жаңағы көзілдірік киіп алған сияқты. Басқаша тау тәңірі деп те аталады. Сонымен қатар тау тапиры, пума кездеседі, және де терісі өте бағалы кеміргіш шиншилла осы жерде Анд тауында кездеседі екен. Енді мәдени өсімдіктердің отаны болып саналады оңтүстік Америка. Анд тауы мен орталық кордильер дүние жүзіне тарап кеткен мәдени өсімдіктердің қалыптасу орталығы. Яғни әлемге оңтүстік Америка қандай мәдени өсімдіктерді сыйлады? Ол картоп.
біз күнделікті қазір қолданатын картоп бізге оңтүстік Америкадан келген. Одан кейін какао, темекі, томат деп отқанымыз помидор, немесе қызанақ дейміз, күнбағыс, асқабақ, жүгері, үрме бұршақ, бұрыш, міне батат, тәтті картопты басқаша батат дейді. Міне осы мәдени өсімдіктер бүкіл әлемге сыйға тартқан оңтүстік Америка екен. Олардың отаны осы оңтүстік Америка. Енді келесі материк, оңтүстікте орналасқан материк Африкаға келетін болсақ, Африка табиғат зоналары экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай симметриялы түрде ауысады. Себебі бұл жер бедерінің жазық болуы және жауын-шашынның түсу мөлшеріне байланысты екен. Бұл Африкада кездесетін табиғат зоналары ылғалды экваторлық ормандар, ауыспалы ылғалды ормандар, саванналар мен сирек ормандар, тропиктік шөл зоналар және тағы да басқа зоналар. Олардың әрқайсысына қазір жеке-жеке тоқталамыз. Енді африкалық саваннаға келетін болсақ, африкалық саванна, мына картадан қарасаңыздар, саванна және редколесье дейді. Мынандай түспен берілген. Яғни мына Африканың өте көп бөлігін алып отыр, сәбіз түстес сары түс Африканың өте көп бөлігін алып отыр. Африка жерінің 40-қа жуығын алып жатыр екен. Ешбір материкте саванналар мұндай үлкен аудандарды қамтымайды екен. Жалпы көрінісі мен тіршілік дүниесінің құрамы жағынан бірегей, топырағы құнарлы болғандықтан ауыл шаруашылық мақсатта кеңінен пайдаланылады. Енді жергілікті халықтың өсіретін дақылдары осы саваннада ол мақта, маниок, батат, жүгері, кешью, арахис, цитрустар, қант құрағы, міне соларды өсіреді екен. Енді саванналардың шөлейттену және адам әрекетіне тоқталатын болсақ, адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде саванналардың шеткі бөліктері қазірде шөлге айналуда. Ал соңғы 50 жыл ішінде Сахара шөлі саваннаға қарай 650 квадрат километрге ілгерілеп еніп жатыр. Оны мына суреттен көріп отырсыздар. Осы апатты құбылысты тежеу мақсатында Солтүстік Африка елдерінде ұзындығы 1500 километрлік осындай орман белдеуі қолдан отырғызылған болатын. Ауыл шаруашылық және биоәртүрлікке келетін болсақ, жергілікті халық өсіретін негізгі дақылдар гевея, ананас, кофе, какао, май пальмасы және арахис өсіріледі. Бағалы ағаштарды кесу және олардың орнын плантациялармен алмастырудың салдары ормандар мен саванна ауданының кішіреюіне, топырақтың тозуына, жануарлар мен өсімдіктер түр құрамының кедейленуіне алып келді. Енді келесі оңтүстікте орналасқан материк Австралия. Австралияның табиғат зоналары орналасуы жағынан басқа материктермен ұқсас болғанымен, органикалық дүниесі мүлдем өзгеше. Неге десек, бұл айырмашылық материктің Гондванадан өте ерте бөлініп кетуіне байланысты екен. Яғни Гондванадан Австралия өте ерте бөлініп кеткен, сол себепті басқа ешбір жерде табиғи жағдайда кездеспейтін эндемик түрлер сақталған екен. Материкте жергілікті тіпті жыртқыш аңдар да жоқ, басқа материктермен салыстырғанда. Өсімдіктердің 75% эндемик екен Австралияда, ал жануарлардың 90% эндемик. Мысалға, өсімдіктердің эвкалипт, казуарина, кенгуру, мынандай үйрек тұмсық, эхидна сияқты мынандай эндемик жануарлар басқа ешбір материкте кездеспейді. Австралияның оқшаулануына қарамастан, оның флорасы оңтүстік Америка және Африкамен байланысты дәлелдейтін, кезінде байланыста болған, яғни тұтас Гондвана материгінің бөлшегі болған дәлелдейтінде өсімдіктер бар екен. Мысалға, 3 материкке ортақ өсімдіктер бар екен. Мысалға, бөтелке ағашы, мынандай өте ерекше бөтелке ағашы үшеуінде де ортақ кездеседі. Содан кейін мынандай саяхатшылар ағашы деген сирек ағаш, бұл да үшеуіне ортақ ағаш. Араукария, ағаш тәрізді папоротник, акацияның кейбір түрлері 3 материкте де кездеседі екен. Яғни үшеуіне де ортақ, яғни бұл кезінде үшеуі де ортақ Гондвана материгі болғандығын дәлелдейді.
Енді жаңағы шөлдерге, Австралияның шөлдеріне тоқталатын болсақ, материктің басым бөлігін тропиктік шөл және шөлейт зонасы алып жатыр. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200-250 мм-ден кем емес, бірақ булану жоғары. Бұнда мынандай тасты шөлдер, шиыршық тасты шөлдер, сазды шөлдер, көбіне ойпаттар мен көлдер маңында кездеседі, және құмды шөлдер таралған екен. Эвкалипт және өрт қаупіне тоқталатын болсақ, мынандай эвкалипт деген ағаштың жапырағында тез тұтанатын эфир майы көп болады, суретте көріп тұрғаныңыздай. Бұл әрине қауіпті. Австралияның ыстық құрғақ климаты жағдайында эвкалипт ормандары өздігінен тұтанып, өрттер жиі орын алады екен. Саванна мен сирек ормандар зонасы жаппай жатылған бұл жерде. Мынау Австралиядағы қорғауға алынған кешендер саны 1000-нан асады екен. Улуру, Какаду, үлкен тосқауыл рифі деген бүкіл әлемге әйгілі жаңағы өздерінің нелері бар екен, иә? Ұлттық саябақтары бар. Ал мынау кенгуру мен, иә, эму түйе құсы көріп тұрғандарыңыздай Австралияның мемлекеттік елтаңбасында белгіленген. Ал эхидна, үйрек тұмсық, лира құйрық деген жануарлары темір ақшаларында таңбаланған. Енді келесі материк, оңтүстікте орналасқан 4-ші материгіміз Антарктида, мұзды құрлық, соған көшейік. Материк оңтүстік поляр аймағында орналасқан, және оның бетін қалың мұз жамылғысы жауып жатыр. Сондықтан материк табиғаты оңтүстік жарты шардың басқа материктеріне қарағанда қатал болып келеді. Өсімдіктері тек субантарктикалық белдеуге кіретін аралдарда ғана кездеседі екен. Олардың ішінде мынандай кергелең қырыққабаты деп аталатын өсімдікті атап кетуге болады. Иә, суретте көріп тұрғандарыңыздай. Кергелең қырыққабаты дәмді және жұғымды көкөніс, құрқұлақ ауруына ем екен. Гүлдері мен жапырақтары түссіз болып келеді. Жел арқылы тозаңданады, өйткені бұнда жәндіктер жоқ қой, тозаңдандыратын, иә, ара сияқты. Сондықтан жел арқылы тозаңданады екен. Енді материктегі негізгі тіршілік дүниесінің таралуы жағалық сулармен тығыз байланысты. Негізгі қорек бұл жерде планктондар, яғни киттердің, итбалықтардың, балықтар мен құстардың негізгі қорегі осы планктондар. Антарктиданың негізгі сүтқоректілеріне тоқталатын болсақ, бұл кит тәрізділер, көк кит, кашалот, касатка, теңіз пілі, бұл жағы ең ірісі итбалықтардың қазірде жойылу қаупінде. Ал мынандай итбалықтың уэддел итбалығы деген түрі бар, оның жаңағы ұзындығы 3 метрге дейін жетеді екен. Сонымен қатар құлақты итбалық, яғни теңіз арыстандары деп аталатын осындай құлақты итбалықтар да кездеседі. Антарктида суларын құстардың 13 түрі мекендейді. Негізгі түрлері мысалы дауылпаздар және пингвиндер. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, пингвиндер бұл суыққа бейімделген ұшпайтын құстары. Енді Антарктида суларының алыптары бұл мұртты киттер және тісті киттер. Мұртты киттерге көк кит, ең ірісі, финвал, сейвал. Бұлар 1967 жылдан бері қорғауға алынған. Ал кашалот, бұл тісті кит, бұл өте қауіпті жыртқышқа жатады екен. Енді құстарына келетін болсақ, мынау альбатрос құстардың ішінде ең ірісі, көріп отырсыз, екі қанатын жайған кездегі оның ұзындығы 3,5 метрге дейін жетеді. Олар материктің түкпіріне дейін ұшып барады. Ал жазда келетін қонақтарға келетін болсақ, яғни жазда келетін құстар, бұлар дауылпаз, шағала, су құзғын, бұлар жаз кезінде жағалауға ұшып келеді екен. Тіршілігі сумен тығыз байланысты балықтар және ұсақ теңіз жануарларымен қоректенеді. Пингвиндерге тоқталатын болсақ, мынандай Адели, жалпы Антарктида пингвиндердің 17 түрі тіршілік етеді екен. Олардың жарғаққа ұқсас қысқа қанаттары суда жүзуге бейімделген. Мынандай Адели пингвині деген пингвин бар, жағалау мен мұздардағы ең көп таралған түрі. Ал император пингвині ең ірі түрі пингвиндердің, салмағы 50 килограммға дейін жетеді екен. Олар балапандарын қыстың ең қатал кезінде басып шығарады.
Енді кит аулау кәсібінің тарихына тоқталатын болсақ, кит аулауға алғашқы шектеулер 1960 жылдардан бастап енгізілген екен. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында кит аулау бойынша рекордтық көрсеткіш тіркелген болатын. 1982 жылы алғашқы мораторий қабылданды, ал 85-86 жылдары мораторий толық күшіне енді. Мынау Чукоткадағы сұр кит және Гренландия киті, содан кейін Гренландия мен Аляскадағы байырғы халық мекендейтін аумақтарға мына 85-86 жылғы мораторий осы халықтардың дәстүрлі кәсібіне әсер еткен жоқ. Яғни оларға дәстүрлі кәсібімен айналысуға рұқсат етілді. Енді мына итбалықтар жаппай аулау нәтижесінде жойылып кете жаздады. Қазір аулауға қатаң тыйым салынған, сөйтіп біртіндеп популяциясы қалпына келуде. Антком конвенциясы ережесіне сәйкес жалпы теңіз байлығы Антарктиданың қорғауға алынған. Енді қазір кезде қандай қауіп бар, жаһандық қауіп? Мына климаттың өзгеруі, жылыжай эффектісінің әсерінен осы Антарктиданың мұздарының еру қаупі бар екен. Егер Антарктида мұз жамылғысы толығымен еріген жағдайда дүниежүзілік мұхит деңгейі осы биіктікке дейін көтерілуі мүмкін екен. Яғни 70 метр биіктікке дейін көтерілуі мүмкін. Тағы бір қауіп, мынау озон мөлшерінің азаюы, тіпті 2%-ға ғана азаюының өзі ультракүлгін сәуленің күшеюіне және адамдарда түрлі аурулардың артуына әкеледі екен. Мынау ғалымдардың зерттеуі бойынша 2000 жылы озон қабатының жұқаруы 29,9 миллион квадрат километрді алып жатса, 2012 жылы 21,2 миллион квадрат километрді алған екен. Енді Антарктида экономикасына тоқталатын болсақ, биоресурстарды пайдалану ғылыми негізделген және қатаң шектелген. Туризм бұл жерде қарқынды дамып келе жатқан сала. Антарктида аумағына экономикалық іс-әрекеттер тек осы екі салада жүзеге асырылады екен, яғни биоресурстарды пайдалану және туризм. Туризмнің дүмпуі орын алған, жыл сайынғы туристер 50 мыңнан асады, және бұл жыл сайын 20% өсімді көрсетіп отыр. Антарктида жағалауының табиғаты мен материкті тамашалаулар саны жыл санап артып келуде. Ол саяхат түрлерін, қандай саяхат түрлері дегенге тоқталатын болсақ, экспедициялық круиздер ең жоғары сұранысқа ие саяхат түрлері. Одан кейін саяхатшыларға арнайы жабдықталған жайлы кемелер ұсынылады. Келушілердің басым көпшілігі Антарктида түбегінің туристік базалар мен әуежай мүмкіндіктерін пайдаланады. Тағы да әртүрлі экстремалды белсенділіктер жүзеге асады. Олар мысалы полярлық дайвинг, ит жеккен шанамен серуендеу, қар үстімен жүретін шаналарды қолдану, шаңғымен жылдам сырғанау, яғни қауіп қатерге толы біраз қызықты саяхаттар топтамасы ұсынылады екен.